Айналайын жан қызым, саған ертек айтып берейін бе? Кел, тыңдай ғой. Ертеде, ешкі жүні бөртеде, Бұқарбай батыр деген ауыл болады. Сол ауылда еліне сыйлы, жастарға ақыл айтып отыратын Гүлназ деген әже өмір сүреді. Гүлназ әженің Нұрсұлтан деген ұлы, Марал деген келіні болады. Еңбекқор, шебер, мейірімді, арманға бай бұл отбасының ең үлкен байлығы Гүлназ әженің 3 немересі, қос батыры, қоңыр қозылары Нұрислам мен Айсұлтан және кішкентай нәзік қаншайым Томирис еді. Олардың бір-біріне деген құрметпен, сүйіспеншілікпен өмір сүруі үнемі ел аузында өзгеге үлгі болып жүреді. Отбасының тірегі Нұрсұлтан өте еңбекқор, сан саланы меңгерсе керек. Ат құлағында ойнап, түрлі бәйге, ат жарыс, көкпар шауып, ауыл тұрғындарының мақтанышына айналады. Ал Марал болса, жан-жағына шуағын шашатын салиқалы келін, мейірімді ана. Ол үй шаруасын дөңгелете жүріп, балаларына саналы тәрбие береді. Анасына қарап қыз өсер дегендей, Томирис қыз да анасы сияқты ибалы, тәртіпті болып, үй шаруасына анасына қолғабыс етіп өсе береді. Қарты бар үйдің қазынасы бар деп халқымыз бекер айтпаған ғой. Сол сияқты бұл отбасының да ұйтқысы, асыл қазынасы Гүлназ әжесі жастарға ақыл кеңесін айтып, өмірде көрген білгенін өсиет етіп, бағыт-бағдар беріп отырады. Қазақтың салт дәстүрін берік ұстап, табиғат аясындағы әдемі демалыста да тек ұлттық ойындарды ойнатып, немерелерінің бойына дарытып өсірген Гүлназ әженің отбасының өмір жолы ұрпақтан ұрпаққа үлгі болып, ел аузында мәңгі қалса керек. Көрдің бе қызым, үлкеннің ақылын тыңдап өмір сүрсең, көсеген көгереді, жолың болады. Бата менен ел көгерер деген міне осы. Нұрсұлтан батырдың отбасы сияқты ел аузында жүріп үлгі боларлық отбасылар көп болса екен қарағым.